Ya canım. Болды, чоу, пока хабарласамыз. О, Нұреке! Ассалаумағалейкум, бауырым. Алейкум Қалай ассалам. жағдайың? Жағдайың жақсы ма? Көрінбей қалдың ғой. Ертең бар ғой, мен сені клубқа апарайын. Соска қыздар бар. Кафе, мафия, гостиница, бәрін көтереді. Жарай ма? Ереке, ол қалай болады екен? Мен намаз бастап жүрген едім. Бауырым, өмірге бір-ақ рет келеміз ғой. Не болды сонша? Хабарласам. Көрейік. Баяғы нөмірдесің Сол ба? нөмір ғой, иә. Болды, еркек бір сөйлейді ғой. Давай, жарай ма? Хабарласамыз. О, ассалаумағалейкум. Алейкум Баука, ассалам. бауырым, қалайсың? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Намаз бастапсыз, Иә, машалла. жақында бастадым. Алла қабыл етсін. Парыз ғой әрбір мұсылманға, парызды орындауымыз керек. Машалла, айтпақшы Нұреке, намаз бастапсыз қатарға қосылып, мына иман дегенде күшейіп тұру керек. Қазір мешіттер ашылды, естіп жатқан шығарсыздар. Орталық мешітте Ерсін Әміре ұстазымыз керемет сабақ беріп жатыр кешке қарай, шам намазынан кейін. Уақытыңыз болса, өтіңіз, ақыреттің қамын бірге ойлайық. Онда ертең сізді орталық мешітте күтемін. Болды, баука. Қиямет күні сондай араласқан достардың барлығы бір-біріне дұшман болады деді. Иллал муттақин. Тек қана тақуалықта дос болған, бір-біріне жақсылықты үйретіп, жамандықтан қайтарған, діннің негізінде бір-бірімен шынайы бауыр болғандар ғана ертең дос болып қалады қияметте. Ал одан басқалардың барлығы бұл дүниеде пайда үшін тағы да басқа да себептермен жай ғана өтірік шынайы дос болып жүргендердің барлығы дұшпанға айналады.